Құрметті достар, маңызды үнемі қоғамда алдымыздан шығып жататын сұрақ. Енді қазір екінің бірі дін адамын сынаушы, екінің бірі дінді сынаушы, екінің бірі данышпан, оқымай жатып болған, болмай жатып толған адамдар көп қоғамда. Солардың кейбіреулерінің пікіріне қарасақ, дін адамдары, молдалар, уағыздарында неге өлім туралы көп айта береді дейді. Яғни, әрине, өмір сүріп жатқан адам үшін өлім туралы айту белгілі бір деңгейде көңіл күйін түсіруі мүмкін. Кейбір кездерде бұның шектен асырып жіберген кезде адамдар жаңағы қолын бір сілтеп барғасын көреміз деп айтуы да мүмкін. Сондықтан да әр уағыздың өлшемі бар, әрине. Бірақ кейбір кездерде өлім жаназа жағдайында, ас жағдайында жаңағы имамдарымыз, дін адамдарымыз, молдаларымыз енді осы өмірден ғибрат алу керек екендігін, осы өмірді пайдалану керек екендігін, осы өмірдегі адамдарды сыйлау керек екендігін, бұл өмірдің жалған екендігін, уақытша екендігін айтып жататын болса, бұл пендешіліктен тыйылуға, болмаса бұл өмірде жаңағы нақты құндылықтарды айқындауға көмектеседі деп ойлаймын. Жақсы бір сөз бар ғой, насихат керек болса өлім жетеді деген. Сондықтан да өлім бұл қорқыныш емес. Өлім керісінше бұл өмірді де құнды қылып, мәнді қылып, тәтті қылып, сүйкімді қылып сүрудің бір формуласы. Өйткені неге? Біз бұл жерде уақытша жүретін болсақ, өзіміздің отбасымызға да уақытшамыз, достарымызға да уақытшамыз, қалаға да, өмірге де, ұлтқа да уақытшамыз. Сондықтан да сол берілген уақыт шеңберін тиімді пайдаланып, өзімізге жүктелген жүктерді абыроймен атқарып, отбасымызда жақсы әке, жақсы ана, жақсы бала, қоғамда жақсы тұлға, ұжымда жақсы әріптес, болмаса жаңағы ұстазға жақсы шәкірт, шәкіртке жақсы ұстаз болатын болсақ, менің ойымша өлімнен қорқудың немесе өлімді проблема санаудың қажеті жоқ. Өйткені кез келген тіршілік иесі, Құранда да ол туралы өте көп айтылады, кез келген тіршілік иесі өлімнің дәмін татады дейді. Сондықтан да жақсы адамдар үшін, пайдалы адамдар үшін, бұл өмірде із қалдырған адамдар үшін өлім де трагедия емес. Әрине, бірақ оны шектен тыс уағыздап, адамды өмірден бездіріп жіберуге де болмайды. Сондықтан да пайғамбардың жақсы бір сөзі бар: ертең өлетіндей о дүние үшін, мәңгілік өлмейтіндей осы дүние үшін еңбек қыл дейді. Немен болмаса, ертең өлетіндей жүрегіңді таза ұста, қонақ келетіндей үйіңді таза ұста дейді. Сондықтан да жүректің тазалығы, ішкі жан дүниенің ізгілігі, ілтипаты, бұл осы өмір мен өлімді салыстыратын адамдарда жақсы көрініс табады деп ойлаймын. Әрине, Алла берген өмірді сүреміз бәріміз. Дегенмен де жаңағы мәңгілік өмір сүретіндей жалғанды жалпағынан басып тәкаппарланудың да өз өлшемі бар.